победамды арнайым дегендей мақсатпен жүгіріп жүрген видеосын көргеніміз бар. Енді сол туралы сұрайын деген едім, несіне победамды арнайым дейді. Қалайсыз Баласағам, қайырлы күн. Енді жылауға дейін барған деген кішкене ұя болатын сияқты. Сен қайсы қыз айтып жатсың? Қайсысы болды? Просто шатасы бар. қайсысы болғанда шатасы? Иә, сондай болып тұр. Жоқ, енді құрсын, Айгерім не қылды, жаңа келіп отырмын, сразу жағадан алып қалың не? Негізі андай ғой, ортаға мән берсек, ешқандай ештеңе жоқ. Ортада бәрі идеально болып тұр. Просто алдында сен неге орталарына түстін дегенім ғой, орталарына түсіп, сомнения келтіріп, енді Мадина тарапынан Фархатқа деген кішкене сондай сомнениялар қалып тұр да, сенің кесірінен. Ал сен сол сомненияны қалдыра тұрып, мәз болып, риза болып отқан жайым бар. Және де сыртта басқа қыздарың бар екен. Қайсысы деп отырғанына мен де таңғалып отырмын. Сонда көп деген қызым бар ма? Мен де таңғалып отырмын. Бұл әңгіме қайдан шықты, сыртта қызыңыз бар деп. Айтшы маған, Айгерім. Сторестен көріп қалғаным бар, алдында футбол ойнап жүр екен. Мадинаның өзі енді тоқтырып кетеді деген ойдам. Сторис салған, және Бекзат жүгіріп жүр енді. Сосын айтады, но Бекзаттың қызы десе, ана қыз майысып күліп қояды, я дегендей, жоқ демейді. Бекзатта мәз сол қызға қарап тұрып, мен осы победамды сол қызға арнайым дегендей көз қараспен қарап жүгіріп жүрген көрген болатын. Ойпырмау, енді бір Бекзаттың самооценкасының бір бөлшегін берсе ғой деп ойлаймын да енді. Әлемдегі барлық бір хор қызындай сұлу қыздардың бәрі осы Бекзаттікі деп ойлайын ма, или бір сөйтіп келе шатаса ма деген сияқты бір ниетім болып тұр. Енді мынандай бір сұрақ болып тұр Баласағам. Алдында мен ортаға шықтым ғой енді Мадиналардан кейін. Сол кезде орныма отырған кезде бүйтіп қарап қалдым да, олар оның алдындағы Фархат пен Мадина кеткен кезде ұрысып отыр деді. Бекзат пен кім? Болды, араласпаймыз, Данет болды, тоқтады деген сияқты. И қайттан орнына келді да, қайттан әңгіме, өздері күліп, бір-біріне қарап деген сияқты. Сол кезде болды, тоқтадық, бүге-шүгесін қойдық, бәрі бітті деген сияқты еді. Сонымен ортаға келді да, қайттан әңгіме етіп, бүйтіп отқан сияқты болды. Оны қалай түсінемін, жалпы сендерді әлі әңгімелерім тоқтамады ма, не әңгіме болды, жалпы не күлу, не көзқарас деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Жоқ, негізі Бекзат сөйлеп қалса, мысалы Мадина бүйтіп, әлі күнге дейін бүйтіп күліп, қарап отқаны бар да, мен емес, барлық көрермендер көрген сияқты болды оны. Байқалды. Ол жоқтың бәрін негізі ол сұрақты маған Фарада қойған болатын. Не деп әңгімелесіңдер, неге күлдің деген сияқты. Ол жерде мен артында Оразғали отырған кезде бір нәрсе істеп күлдіртті, бірдеме деп сөйледі әйтеуір. Сосын мына жағымда отырды, Бекзат мына жағымда тұрды. Сосын бірдеме деп сөйледі, мен жай ғана бүйтіп отырмын. Оған қарап ешқандай күліп, или болмаса бір жаңағыдай диалог болып, сондай ештеме болған жоқ еді. Және де мына жерде өздеріңде бір-бірлеріңе ойбай, арттарыңды ашып, басқа нәрсе қылып, быт-шыт қылып, айқайласып алып, бір жерде барып, бір дастархан басына шай ішіп отырған кездеріңе біз іштеме деген жоқпыз, например, да. Жоқ, Мадина, енді іштеме деп отырған ол ситуация көрерменнің де ойында болды, менің де ойымда болды. Мен түсіне алмадым, қазір ғана Фархат кетті, бұл кісілер бір-бірлеріне жаңағы бұл сізден үміттімін деді дәл сол күні. Баласағам? Сіз мен саған ешқандай да үміт бермеймін дедіңіздер, және содан кейін жаңағы бір ғана әзілге емес, бірнеше уақыт бойы сіздерге тіпті ескертулер айтылды қайта-қайта. Баласа ханым, негізінде сол кезде сол енді біз кадрға түсіп қалдық қой. И ол нәрсенің маған да Бекзаттың сөйлеген неприятно болғаннан кейін, маған да Фараның көңіліне былай айтқанда ешқандай күдік ұялатпас үшін мен барып орынды ауыстырған болатын Майданамен. Баласағам, ол жерде әзіл айтты, арттарында отырдым ғой. Арттарында отырдым, әзіл айтты деп отырмын. Мен әзіл айтқан жоқпын. Екеуі Мадина ортадан келгеннен кейін екеуі қайтадан шүйіркелесіп бастады. Мен содан кейін беттеріне қарап айттым, сендер сонда ұялмайсыңдар ма дедім да, күлдім мен. Олар бір-біріне қарады, маған қарады, тағы да күлді да, сонымен дальше әңгімесін жалғастырып отыра берді. Ол жерде мен ешқандай әзіл айтқан жоқпын.
ойбай не деген Иә, негізі бір өтірікшісің күлкі деді. болған жоқ. Мен өтірік айтып жатқан Қойшы, жоқпын. Сен айттың Оразғали. сосын. Неге Сен өтірік айттың, айтасың? маған қарадың да артқа бұрылдың да біз саған күліп жатырмыз ғой дедің. Есіңде ма? Ал мен саған айттым, мен саған күлетін ештеңе айтқан жоқпын дедің. Сен Сонда бәрі өтірікші сен да бір жерде нәрсе көріп отырған. айттың, Сен одан ақшылық кейін барып айтасың ба сонда? күлдім мен. жоқ ол Сен бір нәрсе нәрсе айттың, одан Ол кейін барып нәрсе күлдім. бар. Одан кейін ана жағымда отырып Бекзат бір нәрсе деп айтты, мен просто бүйтіп елін тыңдадым. я Мадина просто- нақты Оразғалидің ол жерде әзіл айтсын айтпасын, ол жерде бір шамамен 10 минуттық ситуация болды. Сіздердің шүйіркелесіп отырғандарыңыз. Ол бір әзілден ары қарай жалғасып кеткен немесе бір рет Енді мен- келген сәт емес. Бекзат сөйлеген кезде мен сөйлемей ақ қойшы деп айтқаным бар мен. Қойшы болды. Ана жаққа түсіп қаламыз, басқа нәрсе болсын. Мен үйтіп Фараның көзіне үйтіп жаман түсіп қалғым келмейді деген сияқты әңгіме айттым. Мен оған ешқандай повод та бергім келмейді. Мен ары қарай барып орныма отырсам ба деп мен еще сұраған болар. жоқ қарашы егер бауырсаған мына нәрсе егер мына кісі қалай негізі былай сен пікір тыңдай аласың ба? Біздің уақыт отырғаннан кейін сен тыңдауға міндеттісің и тыңдайсың да. Андай нәрсе ғой бауырсаған, егер сен повод бергің келмесе, оның алдында сендер теманы жаптыңдар ма, сен Фараның көңілін сол кезде ойлайтын болсаң, сен ол жаққа отырмай, мен бауырсаған басқа жерге отырғым келеді деп айтар едің. Сен өзің барып отырдың да, и повод беріп, сен әңгіме етіп, Сендер өздерің на эмоциях тұрған кезде бір жерге барып отыру туралы ойлай аласыңдар ма? Мына жерінде мен мысалы миларың ойлай келе аламын, ма? адекватты түрде ойлай Онда аламын. сен басқа Өйткені адамсың, өйткені- Ернар. Сен өзіңді менімен салыстырмашы, сен басқа адамсың. Болды, Сен на эмоциях Мадина, тұрып болды. ойлана алатын шығарсың. Менде ондай ой болмайды екен. Может, сен на эмоциях тұрып біраз нәрсені ойлап тастайтын шығарсың, қайдан білем. Да, Ернар түсінбей отырмын балауысаған не деген ашу, не деген агрессия мынанікі. Сен бұл кісілердің арасында бірдеңе не іздеп жүрсің негізі жалпы? Қатты андай қылып сұрап жатсың да, қара Фархатқа ұнап отқан жоқ ол әңгіме. Ернар, сенің тіліңмен айтқанда, мына қатыгез әлемге Фархат бір андай болып ашуымен бүйт көрінетін шығар, бірақ отношение келген кезде мына қатыгез әлемге Фархат тым нәзік көріндер ма мына? Жоқ, андай ашуланып отыр да қазір. Мына алдыңғы эфир қозғалды, қазір қозғайсыңдар. Енді қашанға дейін қозғай бересіңдер бұл әңгімені. Ол кезде точкасын қойды. Бекзат та кімде Мадинада осы жерде сөйлесіп алды. Екеуі бір үшін қатты айтып қойған шығар, мүмкін бір үшін кешірім сұраған шығар сол жердегі әңгімеде мысалы. Сендер қайтып қозғайсыңдар. Или бірдеңені бір шығарып алғыларың келіп отыр ма дәл осы жерден? Жоқ, халық көрермен білмейтін бірдеңе бар ма бұл екеуінің арасында? Стоп. Нұржан да енді үміткерде адам баласын сөйлеткізбей ма бір пәлеш осылар. Білмеймін, түсінбедім. Сосын мен бір жақсы жаңа бір сөз тауып берем одым сендерге жалпы. Сен Ол фәни деген уже мен үшін, мен өзім айтпаймын, бұл фәниге уже ол трендтен қалып кетті. Мен басқа сөзді уже ұйымдастырып жатырмын. Пока оны айта бермей қойды, тізе шығып кетті. Потом не іздеп жатсың деген кезде ол мен емес бауырсаған, мен көрген жоқпын. Оны халық көрді, халықтың сұрағы бұл. Жалпы деген кезде бізді алдасаңыздар да халықты алдай алмаймыз ғой жалпы. Сол мағынада айтып жатырмын мен. Не үшін ондай әңгіме болды? Оны Фархат та білу керек деп ойлаймын. И көзқарасы қалай болды деген сияқты сұрақпен айтып отырмын. А так бұл екі кісінің ортасына бір ірткі салу, ондай нәрсе мен ойымда жоқ екен. Екеуімен де былай сәлеміміз аманбыз. Бірақ енді мысалы қараңызшы Ақерке, иә, мысалы қалай ойлайсыз, сізге дәл қазір жігітіңіздің көзінше басқа бір жігіт айтты, мен сенен үміттімін, осылай да осылай дегеннен кейін барып қанша жерден эмоцияда тұрсаңыз да ар жағында бір 5-10 минут сөйлесіп отыруға күшіңіз жете ма, барып қасына дегенде сізге қалай көрінер еді? Жалпы менің күшімде бір құдіретімде ол дүниеге жетпейтін бет деп ойлаймын. Себебі білмеймін, енді әр адамның өзінің санасына ғой, бірақ сонда да ол әрекет өте қате деп ойлаймын. Енді бір ол мынандай нәрсе ғой, біз қазір барлығымыз жасыл свет болып тұрық та, Фархаттың көзінше. Бекзат қана красный цвет болып тұр да, қызыл болып жанып отыр. И оның қасына оның жақындағаны Мадинаның, ол ясыны қатты көрінетіні. И Мадина жаңа айтып жатыр ғой, бір буквально там Оразғалидің әңгімесі деген сияқты ол нәрсе жаңа анонсқа да берілді, екеуіңнің бір-біріңмен күліп, майысып сөйлесіп отырғандарың. Бұл жерде Нұржан ешкім олардың бір айырылысып кетуін, басқасын тілеп отырған жоқ. Просто болады ғой андай. Енді Фархаттың жасы үлкен да, енді ол көп нәрсені
көрініп тұр. Бірақ сонда да адам баласы сабырлы екен деп, адам баласы ештеңеге қатты шамданбайды екен деп, ондай әрекеттерді бір болады, ал не істеп аласың деген сияқты үстеу мен ойлаймын қате деп. Расымен де жаңа Бекзат осы жерде Әйгерімге сөйлеп жатыр, қыздар туралы приколдар айтып жатыр. Ол кезде де Мадина мәз болып күліп отыр. Это уже значит, что ол адам сөйлеген кезде Мадинаның миында уже бір сигнал бар да. Ой, ты такой смешной деген сияқты бір нәрсе болып тұрады, значит. И ол нәрсе андай болады ғой бір. Білмеймін, мен енді қазір ауыр айтып жүрмін, өзім дұрыс емес настроениеде отырмын, бірақ солай ойлаймын жалпы. Балауса ханым, мына жақта айта кетсем бола ма? Мадинаның қаралудың қажеті жоқ, себебі отырайыншы дегендей қылып. Соны ескере отырып, енді Мадинаны өте қатты түсірудің қажеті жоқ. Фархаттың да мінезі бар керек кезде. Әйгерім, айтып қалатыны. Мадинаны ешкім түсіріп бір жерге қарай отыр деп ешқайсымыз айтып отырған жоқпыз. Просто адам баласы қалай бар солай болу керек. Ортада қандай позицияда отырдың, Бекзатты жек көретін ең соңғы адам сияқты қылып, орта